30 тамыз Қазақстан Республикасының Конституция күні. Конституция деген не? Конституция ол заң. Тәртіпке бас иген құл болмайды деп Бауыржан Момышұлы атамыз айтқандай, әр елдің өз тәртібі, заңдары болады. Қазақстан Республикасының ата заңы 1995 жылы 30 тамызда қабылданды. Заң бәрімізге ортақ. Кім ол заңды бұзатын болса, сол заңға сәйкес жазаланатын болады. Қарапайым тілмен айтатын болсақ, балалар, бізге ата-анамыз біреудің затын рұқсатсыз алма дейді. Ал егер біз ата-анамызды тыңдамасақ, ата-анамыз бізді жазалайды. Сол секілді ата заңымызды біз құрметтеп, оған бағынуымыз керек. Ол заң бәрімізге ортақ. Ғасырлар тоғысында әлемдік өркениеттің шыңына ұмтылған Қазақстан халқы тарихында тағдырлы шешім қабылдап, жасампаз жаңа дәуірге қадам басты. Ата заң біздің бүкіл жарқын істеріміздің қайнар бастауына айналды. Конституция мызғымас мемлекетіміздің алтын қазығы, бірлігі мен ынтымағы жарасқан елдігіміздің бұлжымас бағдары, кемел келешегіміздің кепілі. Біз аз уақытта айбары асқан қуатты ұлтқа, дәулеті тасқан әлеуметті елге айналдық. Ортақ шаңырағымыздың шекарасын шегелеп, іргемізді мызғымастай етіп бекіттік. Тағдыр тоғыстырған, тарих табыстырған түрлі ұлт өкілдері Конституция қағидаттары төңірегіне топтасты. Еуразияның жүрегіне орналасқан елордамыз әлемге руханияттың ірі орталығы, саясаттың іргелі ордасы ретінде танылды. Конституция күні құтты болсын.